Сәлем достар, бүгінгі күні зиянды тағамды жүйелі қолдану қаншалықты дәмді болса да, адам денсаулығына айтарлықтай кері әсерін тигізетіні ешкімге құпия емес. Онкологтар дұрыс тамақтанбау қатерлі ісік ауруының ең көп таралған себептерінің бірі дейді. Бірақ сонымен бірге, біз күнделікті қолданып жүрген кейбір өнімдерді пайдалану қатерлі ісік ауруын туғызатынын білетіндер аз. Орташа тұтынушының қоржыны оның денсаулығына кері әсер ететін азық-түлікке толы. Осы видеода біз осындай 7 өнімнің атын атаймыз және сізге пайдалы балама нұсқалары туралы кеңес береміз. Көптеген газдалған сусындар құрамында қанттың көп мөлшері ғана емес, ол рак клеткаларының өсуіне қуатты отын болып табылады. Сонымен қатар, қауіпті канцероген 4-метиленидазол бар. 4-мей бұл газдалған сусындарға карамель бояғыштарын дайындау кезінде пайда болған аммиак негізіндегі қоспа. Әлемнің көптеген елдерінде бұл канцероген ретінде танылған. Газдалған сусындарға жақсы балама бұл әрқашан таза су. Бірақ егер сіз газдалған сусын ішкіңіз келсе, онда оның құрамын мұқият зерттеп, 4-мей қолданбайтын бренд таңдаңыз. Кез келгеніміз кем дегенде бір рет болса да, қаптамадағы попкорнды сатып алғанбыз. Оны тек қысқа толқынды пешке салып жіберсек, 1 минутта хош иісті қытырлақ попкорн дайын. Барлық қауіп оның осы хош иісінде. Бұл хош иіске май мен қаймақтың иісін шығаратын диацетил деп аталатын хош иістендіргішті қолдану арқылы қол жеткізіледі. Қысқа толқынды пештің жоғары температурасының әсерінен диацетил адамдар үшін уытты түтінге айналады. Ал оны жеген кезде канцерогенді функцияларды атқарады. Сондықтан, егер сіз қытырлақ хош иісті попкорн алғыңыз келсе, органикалық попкорн сатып алыңыз. Оған зәйтүн майын құйып және пешке пісіріңіз. Өсімдік тағамдарының пайдалы екендігі туралы жиі естиміз. Сондықтан, өсімдік майын тамақ дайындауда қолдана отырып, олардың кейбіреулерінің қатерлі ісік ауруына шалдықтыратынын білмейміз. Мысалы, күнбағыс майы. Күнбағыс тұқымдары өсіп шыққан аумағының экологиясына байланысты ауыр металдар, гербицидтер, пестицидтер мен кадмий жинайды. Мұндай тұқымдардан алынған май пайдалы емес. Тағы бір зиянды өсімдік майы, пальма майы. Пальма майы бұл пальмит қышқылынан тұрады. Сіңу кезінде холестеринді едәуір арттырады. Өсімдік майларының тағы бір кемшілігі қыздырылған және қайта қолданылған кезде канцерогендік заттар түсіп, оларды жинайды. Бірақ барлық өсімдік майлары зиянды емес. Рапс немесе зәйтүн сияқты табиғи майларды таңдаңыз. Картоп чипстері. Бұл тізімге бекерден бекер енбеді. Картоп чипстері бұл тізімге бекерден бекерге енбеді. Ол туралы бұрынғы видеоларымызда да айтып кеткенбіз. Чипстерді қолдану қатерлі ісік ауруын тудыруы мүмкін. Сонымен бірге, олардағы тұз мөлшерінің жоғарылауына байланысты бүкіл жүрек тамыр жүйесінің жұмысына кері әсерін тигізеді. Картоп чипстерінің көпшілігі жасанды хош иістендіргіштер мен бояғыштарға бай. Майсыздандырылған картоп ұнынан жасалады. Чипстер өте зиянды транс майларынан қуырылған және ең жағымсызы қуыру кезінде қыздырылған, қайта пайдаланылған және канцерогендерге толы транс майларды қолданады. Чипстерге балама банан чипсы, табиғи попкорн. Америкалық клиникалық онкология қоғамдастығының жақында жүргізген зерттеулері алкогольді қолдану мен қатерлі ісік арасындағы тікелей байланысты көрсетті. Қоғамдастық есебінде алкогольді ішу қатерлі ісіктің бірнеше түріне әкеледі. Сүт безі қатерлі ісігі, тоқ-ішек қатерлі ісігі, өңеш қатерлі ісігі, ішек обыры және ми қатерлі ісігі. Сондай-ақ дәрігерлер әлсіз алкогольді сусындарды
үнемі тұтыну қатерлі ісік ауруының қаупін жояды деген пікірді жоққа шығарады. Трансмайлар деп аталатын гидрогенделген майлар сақтау мерзімін ұлғайту үшін химиялық жолмен өндірілетін майлар. Гидрогенизация үрдісінде сутегі молекулалары қысыммен сұйық қыздырылған майға жіберіледі. Сол кезде сұйық май қатаяды және ұзақ сақталады. Бірақ оның молекулалық құрылымы өзгереді және адам денсаулығына қауіпті болады. Трансмайлардың әдеттегі мысалы маргарин. Трансмайларда омега-6 май қышқылдарының мөлшері рұқсат етілген нормадан бірнеше есе жоғары. Тағамды қақтау. Бұл канцерогендік заттардың көп мөлшері тағамға түсетін үрдіс. Қақтау және ыстау кезінде ет қыздырылған металл және тұздықтардағы қоспалардың ыдырауы өнімдері араласқан түтіннің әсеріне ұшырайды. Қақтау және ыстауға қолданылатын тұз сонымен қатар молекулаларға бөлініп, адамдарға зиянды нитратты ыдырау өнімдерін етке сіңіреді. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.